Ассалаумағалейкум баршаға. Қалайсыздар? Бүгін тағы да рейсер. Енді бір автокөлік мотоцикл жөндеп жатырмыз. Карбюратор жөндеу. Соның ішінде мына карбюратордың астындағы не отстойник. Шлангыдан бензин тоқтамай ағып жатыр. Соны жөндеу болып жатыр. Ішін ашсақ, бензин ішіне көп келгесін. Оның ішінде неден асып төгіліп жатыр да, уровень көп. Соны енді мына енесін тазалап, сосын мына қалқан қалтқа деп айтсақ та болады. Соны несін келтіріп салайын деп жатырмын. Бұйыртса айтайын дегенім, мына карбюратордың игласының басында тағы бір игла бар екен. Сол тиер-тиместей болып тұру керек екен. Сосын мына қалқаншаның үстінен мынаған дейін 14 сантиметр болу керек дейді. Соны өлшеп салып жатырық. Енді тиер-тимес болып тұрады екен. Өзің салмағын көтеріп тұрса, сол тиер-тимес болып тұрады екен. Жоғары атып қойып, бір қолмен түсіріп, бір қолмен істеу ыңғайсыздау болып жатыр. Кешірім сұраймын. Так, мынау әдеде көтеріңкілеу екен. Мынау 14 кетіріп тұрып, сәл-пәл биіктеу екен. Жаңа негізі келтіріп қойғам. Жоқ, келеді екен шама. Енді ол бензинмен итеретін нәрсе ғой. В общем, мен параллель болып тұрса болатын болып тұр ғой. Бұрын планеталарда осы карбюратордың несімен параллель болып тұрса, сол уровень болатын еді. Сонда мынада 14 сантиметр дейді. Енді мына иненің басын тазалау керек. Ішіне қоқыс-моқыстар қоса су тұрмайды дейді. Бензин жақсы. Егерде де сіздерде осындан бензин тоқтамай ағып жатса, осыны ашып, игласын, инесін тазалап жүрсе болады деп түсіріп жатқаным жақсы. Істеріңізге сәттілік. Істеріңіз оңынан болсын. Жаңа жыл құтты болсын.